Ассалаумағалейкум, ардақты халық арна телеарнасының көрермендері, өздеріңізге әдеттегідей иман шуағы жаңа тақырып ұсынғалы отыр. Бұл жолы біз туысқандықтың маңызы, туыстық қарым-қатынас туралы сөз қозғаймыз. Осы орайда студия қонағымен де таныстыра кетейін. Нұр-Сұлтан қаласындағы Нұр Астана мешітінің наиб имамы Берікбол Жанақов имам келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Енді жалпы дінімізде туыстық қарым-қатынасқа терең мән берілгенін білеміз. Жалпы адамдардың абзалы осы туыстармен үнемі қарым-қатынаста болған жан емес пе? Пайғамбар саллаллаху алейхи туыстық қарым-қатынасты арттыру жайында не айтты, Құранда не айтылған? Расында ислам дінінде осы туыстық қарым-қатынасқа үлкен мән берілген. Жалпы туыстық қарым-қатынасты бекіту, нығайту, жарастыру, бауырмашылық, ағайын туыс арасындағы қарым-қатынасқа ислам діні жіті көңіл бөледі. Осы орайда Алла тағала Құран кәрімде Анфал сүресінде айтады: Алланың кітабында сендер бір-бірлеріне жақынсыңдар дейді. Және де Алла тағала сендердің араларындағы барлығын білуші, толық білуші дейді. Ал енді Ниса сүресіндегі бірінші аятқа келетін болсақ, ол жерде де Алла тағала біздерді ескертеді, осы туыстық қатынасты үзбеу керектігін, өз араларында туыстық қатынасты берік ұстауды және де туыстық қатынастан безуден сақтандырады Алла тағала. Енді ардақты пайғамбарымыз, Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, өзінің өмірінде осы 23 жыл пайғамбарлығында, тіпті пайғамбарлыққа дейін де кезеңін қарайтын болсақ, Алла елшісі үнемі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, туыстық қарым-қатынасты берік ұстанған болатын. Және өзінің хадистерінде де Алла елшісі осы хадистерді бізге жеткізу арқылы, бізге айту арқылы осы сүннетке амал ету керектігін бізге жеткізген болатын. Бұл жалпы туыстық қарым-қатынас, ғалымдар айтады, тіпті бұл сүннет емес, бізге керек болса уәжіп, бізге керек болса бұл парыз амал болып есептеледі. Өйткені әр момын мұсылман өзінің туысымен қарым-қатынасында берік болып, бір-бірімен жақсы араласып, бір-бірімен сыйласу аса маңызды. Осы орайда Абу Хурайрадан жеткен хадисте ардақты пайғамбарымыз Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, кім мол ризыққа бөленіп өмірін ұзақ болуын қалайтын болса, онда туыстық қарым-қатынасқа берік болсын деп ардақты пайғамбарымыз Алла елшісі бізге айтқан болатын. Және басқа бір хадисте Абу Хурайрадан, Алла одан разы болсын, ол жерде де қарайтын болсақ, Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям осы нәрсені бізге нұсқаған болады. Хадижа анамыз, Алла одан разы болсын, Алла елшісі туралы айтқан кезінде ол былай дейтін: Алланың атымен ант етейін, Алла тағала әсте сізді масқараламайды, өйткені сіз туыстық қатынасты бекітушісіз ғой дейді. Яғни бұл сөзден біз ұғынатынымыз, біздің түсінетініміз, кімде-кім осы туыстық қатынасқа бекем болса, оны ұстанатын болса, Алла тағаланың алдында жүзі жарық болады, мерейі үстем болады. Ал кім егер оған дұрыс қарамайтын болса, туыстық қатынасты ажырататын болса, онда оның Алла тағаланың құзырында оның масқара болатынына, Алланың алдында дәрежесі түсетініне ол сөзсіз. Енді жаңа айтқандай, ардақты пайғамбарымыз Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, оның өмірінен бір мысал келтіріп кетсек, Абу Суфиян ибн Харис деген Алла елшісі Мұхаммад, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, осы екеуі Халима анамыз сүт анасы болған екеуінің, ардақты пайғамбарымыздың және Абу Суфиян ибн Харис. Ол екеуі кішкентай кезінде жастық шағынан бастап өте жақын дос болатын, өте жақсы тығыз араласатын еді. Сол кезде Абу Суфиян ибн Харис пайғамбарымызға пайғамбарлық келген уақытта ол қатты Алла елшісін былайша айтқанда дұшпан тұтып, пайғамбар болғаны үшін, жаңа ислам дінін таратқаны үшін дұшпан санап, оған қарсы шыққан болатын, яғни араздасқан болатын. Яғни бұл бірінші бастаған Абу Суфиян ибн Харис болатын. Тіпті бір риуаяттарда келтіріледі, жаңағы пайғамбарлық болған уақытта үнемі бала шағасымен, отбасымен, туыс жақындарымен Алла елшісіне қарсы шығып, жаман сөздер айтып, балағаттап,
сахабаларға қарсы шығып сөйтіп жүрген болатын. Бірақ Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Абу Суфиян ибн Хариске жамандық қаламайтын еді. Сол кезде соңғы бір сәтте Мұхаммед пайғамбарымыз өзінің сахабаларымен Меккеге келген сәтте, Мединадан Меккеге келген сәтте, сол кезде мушриктер бәрі қорқып жатады. Алла елшісі енді не істейді бізбен? Қалай бізге қатысты қандай шешім қабылдайды деп қорқатын болады. Сол кезде ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, айтқан сөздеріне назар аударайықшы. Осы меккелік тұрғындар көпшілігі пайғамбарымызбен рулас, туыстас, жақын болды. Көбісі қарсы шықты. Соған қарамастан ардақты пайғамбарымыз оларға не деді? Бүгін сендер антумуттулақа деді. Яғни бүгін сендер боссыңдар, бара беріңдер. Яғни біз сендерге қатысты ешқандай қиянат жасамаймыз деп пайғамбарымыз Алла елшісі сөйтіп шешім қабылдаған болатын. Солардың ішінде Абу Суфиян ибн Харис болатын. Сөйтіп ол Абу Суфиян ибн Харис ол не істеді? Ол бала шағасымен бірге қаланың сыртына қарай шығып бара жатады. Болды, енді бітті. Қазір мен егер осы жерде қалатын болсам, ардақты пайғамбарымызға егер жақындайтын болсам, ол мені қазір жазалайтын болады, маған бір жамандық жасайтын болады деп ойлайды. Али ибн Абу Талиб, Алла одан разы болсын, осы сөздерді естіп қалып, Суфиян ибн Харисін кетіп бара жатқан көреді де, оны тоқтатады бірден. Сен қайда кетіп бара жатсың деп сұрайды. Сонда Абу Суфиян ибн Харис осы ойындағы нәрсесін айтады. Мен қорқып жатырмын Алла елшісінен. Ол маған бір нәрсе жасап қояды ма деп. Өйткені мен үнемі оған жамандық жасаған едім осы өмір бойы дейді. Сонда Абу Талиб, Али ибн Абу Талиб ол айтады, жоқ, сен әсте қателесесің. Ардақты пайғамбарымыз ондай емес. Ол еш уақытта ешкімге туыс жақыны болсын, бөтені болсын, өзге адам болсын, ешкімге қиянат, жамандық жасаған емес. Ол сен оған бар, алдына бар. Ол сені қабылдайды, ол сені кешіреді дейді. Сонда Абу Суфиян ибн Харис не істейді? Қайтадан кері қайтады бала шағасымен. Ардақты пайғамбарымыздың алдына қарай келеді, болған оқиғасын барлығына өкінеді, тіпті кейіннен айтылынады, бір мушриктермен болған бір шайқаста қатты шайқасып, ислам жолында, дін жолында пайғамбарымызды жақтап, Ибн Аббас көкесі оны жақтап, барлығын, яғни ислам жолында малын, жанын құрбан етушілерден болады. Яғни пайғамбарымызға келіп істеген ісіне өкініп, исламдың қабылдаған сәтте Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, оған дұға жасайды. Алла тағала сенің күнәларыңды кешірсін деп. Ал кейіннен барлық оқиға біткеннен кейін Алла елшісі, ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Абу Суфиян ибн Харис туралы не деді? Ол жаннатқа міндетті түрде кіреді деп сүйіншілейді сол жаннатпен. Міне осындай бір оқиғалар келтіріледі. Яғни ардақты пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын бөліп жармайтын еді. Яғни туыс болсын, өзгесі болсын, тіпті бауырларын қатты жақын қарайтын еді бауырларына. Тура сол сияқты мынау жаңа Халима анамыздан, сүт анасынан бірге өскен, бірақ ол білмейтін тағы бір Шима бин Харис болады. Шима бин Харис ол Таиф елді мекенінде пайғамбарымыз өзінің сахабаларымен бірге өтіп бара жатқан сәтте алдынан Шима бин Харис шығады. Сөйтіп ол айтады, мен пайғамбарымыздың, Алла елшісінің әпкесімін дейді. Сонда бәрі таңғалады, қалайша әпкесі боласыз дейді. Сонда айтады, біз екеуміз Халима анамыздан емген болатымыз, яғни сүт анамыз Халима анамыз болады деп. Сол кезде барлығы сол Шима бин Харисті Алла елшісінің алдына әкеледі. Ал Алла елшісі оны танымайды, білмейді. Яғни ол өмірінде көрмеген оны, ол туралы естімеген де. Кейіннен оны біліп көргеннен кейін, былайша айтқанда туған бауырын көргендей сияқты қошеметтеп қарсы алады екен. Қаны келе ғой деп. Яғни ол сәтте, сол сәтте пайғамбарымыздың өзі 60 жасқа қарай таяған, ал жаңағы Шима бин Харис болса үлкен жасқа келіп қалған екен. Сол үлкен жасқа келіп қалған екеуі өмір бойы көріспесе де, кешелі бері көрісіп жүргендей сияқты, туған бауырдай сияқты қошеметтеп бір-бірін қарсы алып, пайғамбарымыз оны өзінің орнына отырғызып, нені қалайсың, кел демала ғой деп, о жерде қатты күн ғой, көлеңкелетіп, үстіне көлеңке саялатып, оны демалдырады екен, оны қарсы алады екен. Міне осы оқиғалар бізге келтіріледі. Пайғамбарымыздың өмірінен осы жағдайлар бізге келтіріледі екен. Осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңа өзіңіз айтып отырсыз, кедейге берілген садақа бір сауап, туысқанға берілген екі сауап деді.
осыны ашып айтып берсеңіз. Я, расында да ардақты пайғамбарымыздан Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын жеткен хадисте инна садақата алал мискини садақатун ва аля зи рахми иснани садақатун василатун деп келеді. Яғни бұл хадистің мағынасы жаңа өзіңіз айтқандай, расында кедей-кепшікке мұқтажға берілген садақа ол бір садақа болса, ал туыс жақынға берілген садақа ол екеу екен. Ол біріншісі жәрдем берген үшін, садақа берген үшін сауап болады. Ал екіншісі садақа ол жаңағы туыстық қатынасты бекіткен үшін, туыстық қатынасты нығайтқан үшін, арттырған үшін. Енді осы орайда мынау туыс жақындарға қатысты жасалынатын садақаның түрлерін бір айтып өтетін болсақ, ол дегеніміз туыс жақындар бір-біріне үнемі қонаққа барған дұрыс болады. Яғни бір-бірін қонаққа күтіп, қонаққа шақырып. Екіншісі сыйлық беру керек бір-біріне. Үнемі егер сыйлық беретін болса, бұл туыс жақындар арасында бір-біріне деген сүйіспеншілікті, махаббатты, жақындықты арттырады. Және де туыстық қарым-қатынасты бекіту ол адамды, момын мұсылманды жамандықтан сақтайды, жаман нәрселерден сақтайды. Ол Алла тағала өзі жақсылыққа қарай сол адамды әкеледі. Екінші нәрсе, тағы келесі мәселе, ол қандай жағдай болмасын, яғни туыстық қарым-қатынаста өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Кейде қуаныш болады, кейде қайғы болады. Осы қуанышта бірге қуанышты көріп, ал қайғы болса қайғы мұңды бірге сейілтіп, соны бірге жеңілдік болсын деп бір-біріне жылы сөз айтып зиярат ететін болса, міне сол садақа, және ол туыстық қатынасты бекіту. Тағы да келесі бір түрін айтатын болсақ, ол арамыздағы адам болғаннан кейін ауырып қалу болады, сырқаттанып қалу болады. Осы кезде біз бір-бірімізге көңіл сұрап, денсаулығымызды сұрап, зиярат етіп, аурухана болса ауруханаға барып, үйде ауырып жатқан болса үйлеріне барып, шипа тілеп Алладан дұға ететін болсақ, ол әрі туыстық қатынасты бекіту, екіншіден сауапты амал. Алланың алдында жаңағы дәрежесі артылады адамның. Ал келесі мәселе ол жаназаға қатысу. Біз жақын туыстарымыздың, жақындарымыздың бір дүниеден өтіп кеткен бір сәті болатын болса, біз мүмкіндігімізше, егер жағдай келіп жатса, оған қатысуымыз біздің әрбіріміздің мойнымыздағы парыз кифая екен. Енді жаңағы аурулар зиярат ету дедік. Тағы бір келесі маңызды мәселелердің бірі ол момын мұсылмандан арасын жарастыру. Тура сол сияқты туыс жақындардың арасын жарастыру. Әртүрлі жағдайлар болады. Бір-біріне ренжіп қалады, ауыр сөздер айтып қалады, тағы бір жағдайлар болады. Сол кезде егер туыстарымыздың арасында бір-бірімен араздасып жүрген, бір-бірімен ренжісіп жүрген бір бауырларымыз болатын болса, дереу сол бауырымызға барып, бір-бірін жарастырып, бір-бірін татуластыратын болсақ, міне осы нәрсе туыстық қатынасты бекіту әрі сауапты амал екен. Алла разы болсын. Енді мына қазақта айтады ғой, жалпы ай көрмесең ағайын жат дейді. Осы енді қазір қалада тұрамыз, ауылдан кетіп қалдық біраз жылдар. Ағайын туыспен кейде жаңағы араласпай жатамыз. Осы жалпы ағайын туыспен арадан суып кетудің зиянды тұстары туралы сұрағым келіп отыр. Жалпы ағайынның туысқандықпен араласпай кетудің дініміздегі осы қандай бір зиянды тұстары бар? Алла тағала Рағд сүресінің 25 аятында бізге былай дейді: Аллаға берген серттерінен кейін сол сертті бұзғандарың, және де Алла тағала бірлесу керек деген туыстық қатынасты үзгендерін, және де Алла тағаланың жер жүзінде, Алла тағала жаратқан жер бетінде бұзақылық істенгендерін, міне соларға лағнет болсын деп Алла тағала Құран кәрімде, яғни осы үш нәрсені қатты жазасы бар екенін ескертеді Алла тағала Құран кәрімде. Яғни соның ішінде туыстық қатынасты үзу. Ол нәрсе қалай туыстық қатынасты бекіту қаншалықты үлкен сауап болатын болса, үлкен мәртебе болатын болса, керісінше оны бұзу, туыстық қатынасты үзу, ол да үлкен бір күнә, үлкен бір жаза болып есептеледі. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымыздан жеткен хадисте Джубайр ибн Мути, Алла одан разы болсын, риуаят етеді. Бұл Муслим жинағында келтірілетін хадис: ла ядхулул джанната қатиур рахим. Яғни жаннатқа туыстық қатынасты үзуші адам кірмейді дейді.
Міне бұл нәрсе өте қатты айтылған нәрсе. Бізге бәрімізге, момын мұсылмандарға ескеру керек болған маңызды нәрсе. Яғни қанша жерден ол құлшылық ибадатын көп атқарсын, намазы берік болсын, оразасын ұстасын, садақасын берсін, қажылыққа барсын, бірақ туыстық қатынасы үзілген болса, онда ол, былайша айтқанда, оның жасап жатқан ғибадаты бір тиын. Өйткені мына жерде сахих хадис тұр. Ардақты пайғамбарымыздың айтқан сөзі ла ядхулу джанната қату рахим. Яғни жаннатқа туыстық қатынасты үзуші кірмейді. Міне осы сөздің өзі бізге жеткілікті емес пе? Ал енді тағы бір Абу Бакр риуаят еткен хадисте, Алла одан разы болсын, ардақты пайғамбарымыз Алла елшісі былай дейді: қандай да бір күнә іс болмасын, сол күнә істердің ішінде сондай бір түрі бар. Оны ақиретте де жазалайды Алла Тағала, және де оны осы дүниеде де жазасын береді, және оны тездетіп береді дейді. Ол не нәрсе десеңіздер, қату рахим, яғни туыстық қатынасты үзуші. Міне осы нәрсені ардақты пайғамбарымыз бізге ескертіп айтып өткен. Жалпы енді сөзіңізден ұққаным, туыстық қарым-қатынасты сақтай отыру, нығайту адам баласының ризық несібесінің, берекесінің молаюына септігін тигізетін секілді. Жалпы одан бөлек жаңа бір оқиғаны оқығаным бар. Пайғамбар саллаллаху заманында бір әйел келеді, жаңағы анасы келеді, анасын жаңа мүшрик екен. Сонда да болса да оны туыстық қарым-қатынасты сақтай отырып қабылдағаны бар. Жаңа мүшрик болса да. Осыны бір айтып өтсеңіз. Я жалпы сахабалардың өмірінен алып қарайтын болсақ, олар Алла елшісінен ғибрат алған, Алла елшісінің өмірінен үлгі алған. Сөйтіп олар еш уақытта, ешқашан, былайша айтқанда, анасының өзі, немесе туыс жақындарының өзі, өзге дін өкілі болса да, немесе дінді ұстамайтын болса да, оған сондай бір мейірбандықпен, жұмсақтықпен, жақсы қарым-қатынаспен, адамгершілікпен қарым-қатынас жасаған болатын. Және осы нәрсеге Алла елшісі бізге үгіттеп, айтып, ескерткен болатын. Осы орайда, мынау егерде біз туыстық қарым-қатынасты, жаңағы өзге дін өкілі болсын, басқасы болсын, жаңағы ол туыстарымыздың арасындағы кім болсын, олмен егер жақсы қарым-қатынаста болсақ, ол әлбетте біздің туыспен қатынасымызды арттыру, ол Алла Тағаламен байланысымызды арттыру болып есептеледі. Алла Тағала рухты жаратқан кезде, сол кезде рух Алла Тағалаға былай дейді екен: менімен байланысты нығайтқанмен мені байланыстыра көр, ал менімен байланысты үзгенмен біздің арамызды ажырата көр деп айтқан екен. Сөйтіп Алла Тағала рухты жаратты, осы дүниеге адамды дүниеге келтірді. Ал енді адамзат, момын мұсылмандар осы дүниеде өмір сүріп, бір-бірімен егер қарым-қатынас жасайтын болса, соны нығайтатын болсақ, туыстық қатынасты, Алла Тағаламен байланысымыз біздің артады. Және керісінше болатын болса, байланысымыз үзіледі. Және де жаңа сіз айтып өткендей, кімде-кім туыстық қатынасқа мән бермейтін болса, туыстық қатынасқа немқұрайлы қарайтын болса, ол ризық несібесі кетеді. Алланың назарынан оның кетеді. Оның басқаға деген мұқтаждығы туындайды. Яғни кедейлену, кедейшілік орын алуы мүмкін. Және де туыстық қарым-қатынастың болмауы ол бауырмашылықтың кетуімен тең болады. Яғни адам, момын мұсылман, егер жалғыз қалатын болса, оның шайтанның оны алдап арбауына, оның жолдан тайдыруына тез болады. Қорыта келгенде, біздің қазақтың дәстүрімізде, біздің болмысымызда, жалпы дінімізде де бұл туыстық қарым-қатынаста берік болу үлкен бір маңызды мәселелердің бірі. Осыған орай мынандай бір қазақтың сөзі еске келіп отыр: туғанмен туыспасаң, кен дүниеге де сыймайсың дейді. Және де тағы бір сөз бар: бір елде 1000 туысым болғаннан гөрі, әр елде бір туыстан болсын дейді. Яғни қазақтың, біздің ата-бабаларымыздың туыстық қарым-қатынасқа деген көңілін, оның маңызды екен білгендігін осы мақал-мәтелден біз біле береміз. Сондықтан біз дінмен өзіміздің дәстүрімізді ұштастыра отырып, өзіміздің дінімізге берік болып, дәстүрімізге де көңіл бөле отырып, егер туыстық қарым-қатынасты бекітетін болсақ, нығайтатын болсақ, онда біздің дінде де, Алланың алдында да абыройымыз артады, және де қоғам арасында да тұрақтылық орнататыны сөзсіз. Алла разы болсын. Енді шын мәнісінде қазақта айтады, ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп дейді. Жаңағы бағанада айтып өттім, ағайын
жаңағы ай көрмесең ағайын жат деп, кейде жаңағы айлап бармай қалсаң ол да жат болып кететінін міне бірақ қазақтың осы мақалынан ақ білуге болады. Қадірменді көрермен, бұл Иман Шуағы болатын. Бүгінгі студиямыздың қонағы болған Елордадағы Нұр Астана мешітінің наиб имамы Берікбол Жанақов имамға біз алғыс айтамыз. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Туысқандыққа, туыстық қарым-қатынасқа мән берейік. Бүгінгі уағызымыз сіздерге септігін тигізсе, біз қуанышты боламыз. Аман, сау болыңыздар.